Жұрт оны бұрын Қарасай сұлтан деуші еді, ендігі лақап аты Жаман сұлтан. Көзінше Сері сұлтан дейді. Өзі істеген күні қатты күйініп жыларман болған. Келе-келе ақыл тоқтатып, ойлап қараса, Жаман атылғандай-ақ бар екен. Жұрттікі жөн, ел аузына қақпақ болармысың, мейлі деп жорыды. Еркебұланмен айтысып ақыры өзі жеңіліп тынды. Анау өсіп кетті. Қазір колхоз бастығының мал жөніндегі орынбасары шіреніп жүр. Бұл болса құлиылап сушылықтан бірақ шықты. Одан бір көтерілгендей болған. Ауылдағы дүкенге сатушы қылып қойды. 2 ай істеді ме, істемеді ме, дүкен босап қалды. Ендігі тіршілігі сушылық, қызылша суғарады. Күні-түні ұйқы жоқ, әлек. Жұрт сүйгендей қылығы болсайшы, оны өзі біледі. Көктемде сұлтан арақтан өліпті, деп жұрт бір дүрлікті. Ақыры өзі күлкі болды. Басқа ауылдың қазақтары бұны өліп тірілген күні, «Ей қатын, сөмкем қайда?» дегенін екі жиынның бірінде айтатын көрінеді. Әкесі Дулат қарт анжықсын деп ренжіп, қасына бір жәрдемші бала алып колхоздың қойын бағып бөлініп кетті. Жалғыз әкесін асыра алмағаны ғой. Сонда бұдан өткен қорлық бар ма? Көкезек 300-ден аса түтін екен, соның бәрі түгелдей бірі қалмай шатырлы әдемі үйлер салып алған. Жатаған ескі үйде отырған жападан жалғыз сұлтан ғана. Заманы түзу, ақ түйенің қарны жарылып жатқанда жөнді үй салып ала алмаған. Жамандығы емей немене. Осының бәрін ойлап сұлтан қатты қапа болды. Өзіне қапа болды.